Мгм. Давайте бүгінгі сабақ тақырыбы команда құру. Сіздерге не жібердім? Неме мына группаларға не жібердім? М, Ссылка жібердім, қараңыздаршы. Иә, Аштыңыздар ма? иә. Ашыңыздар. Соны. Так, бұл А1 деген тест. Солай түсіндірейінші сіздерге. Бұл команда құрған кезде жалпы өтетін тест. Пока адам өздеріңіз 1-2 ай жұмыс жасайсыздар, содан соң командаға адам алатын кезде қолданады. HR-лар жақсы қолданады бұны ше. HR деген білесіздер ғой, иә? Қазақша емес. Отдел кадров, а? Қазақша емес. Қайсысы? Жаңағы ссылкада көріп тұрмыз ғой сол. Енді бұл шетелдің несі ғой? Сайты ғой. Так, давайте. Пройти тест деп тұр. Соның ішіне кірсеңіздер. Пройти тест деп. Мына қараңыздар. PA-тест перед вами 10 блоков, содержащих по 4 качества личности дейді. Мысалы, мына жерде өздеріңе не болыңдар деп жатыр да? Шынайы болыңдар деп жатыр, иә? Өзіңіз қандайсыз? Бірінші орында. Мына жерде 4 не ответ тұр ғой. Соны біріншісін қоясыз. Екіншісі қандайсыз? Соған 3 деп қоясыз. Мысалы, давайте. Бірінші қандай деп тұр? Отзывчивый, сомневающийся, вовлеченный, яркий деп тұр. Мысалы, Елка ханым, сіз өзіңізді қандай қоясыз? Яркий қоясыз ба бірден? 4 деген ол максимальный баға, иә? Максимальный баға ғой. Ну, Мысалы, мен Елка ханым по-любому 4 деп ойлаймын мен. енді Елка ханым давайте нетпей қойық. Мысалы, мен өзімді алсам, мен тұрамда мен вовлеченныймын более ше. Бастым соны. Екінші мен қандаймын? Мен ойлаймын, отзывчивыймын менше. Каждыйына балл беру керек қой, сонда, иә? Бірақ анандай 1 балл бердіңіз де, екіншісіне уже ондай балл қоймайсыз. Ең бірінші самый какой 4 қоямыз, потом 3, 2, 1, иә? Соң соң уже 2 деген балды қайсына қоям мен? Мысалы, сомневающий и яркий деген қалды. Мен яркиймын деп ойлаймын енді өзімді. Соң сомневающий. Надо уже сомнение кетеді екен. Неге сомнение? Мен өзімді сипаттап бере алмаймын да мұнда. Андай ойланбау керек бұл жерде, анандай отырады ғой ойланып деп елге жақсы көріну үшінші үйтіп өтпеңіздер, жарай ма? Давайте следующий блок. Мен өзімдікін нетіп отырмын, сіздер өздерінікін, иә? Прямой, харизматичный, анализирующий, чувствующий дейді. Болды, бердім. Бұл жерде, мысалы, мен өзім более негіз бәрі күшті өтіп тұр. Более харизматичный сияқты менше. Мен более чувствующиймін, мысалы. Келесі ма бұл? Келесі. Келесін айтып жатсыз ба? Соң анализирующий. Мен анализ жақсы жасаймын, мысалы. Соң прямой или чувствующий. Мен прямоймын. Соң барып чувствующий болады ше.
Келесі. Созерцающий, думающий, сопереживающий, делающий дейді да. Созерцающий деген бір инсайт алып, там, аспанда ұшып жүреді ғой. Мынау былай екен ғой. деп Қиялдап па? Қиялдап, иә, сондай. Думающий деген ойлап, көп ойланатын. Сопереживающий деген нететін. Бір адам бір нәрсе болып қалса, соны ойлап, анаған жаман болып қалды ғой деп, сондай. И делающий. Делающий, понятно, иә? Бірден істейтін ғой. Так. Бұл жерде мен думающиймін ғой. Өздеріңіздің қойыңыздар, мен өзімдікін қойып отырмын. Я қойдық. Мгм. Так, сопереживающий, созерцающий, делающий, екінші делающий. Созерцающий. Соң барып, сопереживающий. Келесі, кеттім. Так, Благожелательный деген қалай сонда? благожелательный деген андай адамға жақсылық Мейірімді қылатын. адам ба? Мейірімді адам, иә. Мгм. Идущий на риск Отдающий. дейді, отдающий себе отчет, оценивающий. Так, оценивающий, отдающий себе отчет, идущий на риск. Мен отдающий себе отчет бөлеші. Есептеп, өзім дұрыс па, дұрыс емес па деп. Сондықтан, идущий на риск деген мен кішкене благожелательный бөлеші. Сондықтан барып идущий на риск, сосын оценивающий деп ойлаймын. Абстрактный деген қандай сонда? Абстрактыға көшіп кеткенсіз ба? Өтіп кеткенсіз бе? Біз өткен жоқпыз әлі. Абстрактный деген анандай. Логичный да жүрмін. Абстрактный деген қалай болса еді? Абстрактный. Қарны ашып кетті ғой. Абстрактный деген міне қазір не GPT чатқа жаздым. Қазір. Мен де Google-ға жазатын. Нақты емес, жалпы елестетуге қиын, шынайы заттар немесе отвлеченный, отвлеченный. Аха. нақтыланбаған. Интуитивный, интуиция ма? Так, Ой, кетіп қалған жоқ па? Түсіндім. логично, эффективно задаете Наблюдающий, вопросы абстрактный. дейді. Так, Ориентированный, эффективный будущий, задача. теплый, прагматик, размышляющий, так, ориентированный, теплый. Сәл қиынырақ екен уже бара сай. Егер бағана орысша түсінбеген болсаңыздар, GPT чатқа жазып жіберсеңіздер болады, андай уақытқа емес та бұл. Так, взаимодействующий, активный, абстрактный, наблюдающий. Наблюдающий мен более. Взаимодействующий. Активный, ең активный емеспін. Теплый, размышляющий, ориентирован на будущее, прагматичный. Теплый. И анандай несін скриншот жасап маған жіберіңіздер, иә? Қорытындысын. Ойбай. Концептуальный ол қандай? Концептуальный. Қазір жаза саламыз мына жақта. Так, мағынасы дейді, белгілі бір тұжырымдағы концепцияға идеялық негізге сүйенетін, сол негізде құрылған немесе сол бағытта жасалған дейді. Тұжырымдалық, идеялық негіздегі бір андай бір неге ғана сенеді бір. Обязательно бір доказать етілген нәрсе бар ғой? Концептуальный деген ба? Иә. Иә. Консенсусу, стремящийся к консенсусу деген. Консенсус деген андай неконфликтный бар ғой? Неконфликтный. Так. Рациональный вид. Рациональный. Рациональный деген андай анализ жақсы жасайды, есептеп бағанашы. Бар нәрсені ұқсатып ше, сөйтеді.
Менікі шықты. О, скриншот жасаңыздар, иә, соны маған жіберіңіздер. Уже талдаймыз қазір. Неге жекеңізге ма? WhatsApp-қа ма? Жоқ, общийға жіберіңіздер. Или Общийға жіберіңіздер. чатқа ма? Иә. Ага, чат. Мы точно так делаем. Правильно, скриншот жасап. Өзіңіз есептейсіз бе, әлі қалай болады мынандай Мен пи есептеймін қазір сіздерге. 25 ана Иә, мынау. есептеймін, өзім есептеймін. Жіберсеңізші. Давайте. Жазыңыздар енді. А деген бар ғой, соны. А деген. Ага. А деген ол. Қазір тұра тұрыңыз. Менде ручкамда бар. М, Болдық па? Мгм. Бастаймыз ба? Мгм. Давайте. А деген ол административный адамдар. Жақшаның ішіне жазып қойсаңыздар болады. Тұрақты. Қандай? Административный адамдар. А деген. Жақшаның ішіне тұрақты, системный, сосын рискқа бармайды олар. Рискқа бару қиын. Жазыңыздар ма? Ой, административный адамдар деп жаққана жаздым ғой. Біресе административный адамдар рискқа бармайды, сосын Тұрақты. Жұмысқа алсаңыздар, ол жұмыстан кетіп қалуы қиын да, ол жұмыста жүре береді. Басқа жұмысқа ауысып кету деген сияқты ше, Тұрақты. тоже қиын. Мгм. Мгм. П деген ол идея. Ағылшынша П. Мгм. Идеясы көп адам. Е бар ғой, қазақша былай, е. Сол Мгм. П қандай дедіңіз? П идейный адамдар. Е деген риск жасай алатын адамдар. Андай риск жасай алады, бұлар бар ғой, нетеді. Бірақ риск жасап алдыға чаба береді де, арт жағы құлап атады бұлардың ше. Өйткені алдыға чаба береді бұлар. Административный емес те олар. Жаздыңыздар ма? Мгм. Иә.
Иеге более тағы жақсы нәрсені сақ қойсаңыз, жазып қойсаңыздар болады. Иеге бұлар андай предпринимательдер ғой, бизнесмендер, соң сату мамандары, вот сондайлар. Предприниматель болу үшін рисковать ететін адамдар керек та. И сату маманы болу үшін де танымайтын адамдарға звондап қорықпайсыз, сондай адамдар жақсы да. Соң қазақша і сияқты тұр ғой. И деген. Мгм. Сол Иә. коммуникация деп жазып қойыңыздар. Адамдармен жақсы сөйлеседі оларша. Коммуникация. Так, давайте бірінші жіберген, так, Анар ханым сізді көрейік. Маған тура шығып тұр. Так, Анар ханым 36 и деп тұр. Сөйлесе алатын адамсыз. Любой адамменше Иә, иә. әңгімелесіп, там, жұмыс бойынша болса да, мысалшы. Иә, иә, сондай. Екінші 29 пи. Идеясы көп адамшы. Неше түрлі идеялар Иә. ойына келеді. И даже этот, мысалы, бір продукт дайындайтын болсаңыз, өзіңіздің бизнесіңізге байланысты ма, онда сізде идея көп. Кәдімгі неше түрлі қылдырып, адамдарға ұнайтындай қылдырып, бір реттеп жасай аласыз. Именно продуктқа жауап берсеңізші. Любой бизнесте бір продукт бар, білесіз ғой, сол продуктты адамдарға ол сатады, мысалы. Сол жағынан мықты екенсіз. Все, давайте. Жазып қойыңыз өзіңізге соны. Процентін бәрін өздеріңізге жазып қойыңыз. Қазір ары қарай жұмыс жасаймыз осымен. Так, келесі адам. Негізі бір жағынан адам аз отырған жақсы ғой деймін. Иә, спокойно өткізесің бәрін. 4 адамдікін талдаймыз күштілеп тұрыпшы. Так, Сымбат ханым екінші жіберген екен. 29 рисковать ете алады екен. Сымбат ханым жақсы рисковать етеді. Пи тоже сіздікі сияқты екен. Андай идеясы көп. Жақсы. Давайте, келесі. Елка ханым 26, так. Коммуникация орып тұр. Көрініп тұр. Елка ханым. И несі? Мен бірдей болып тұр екен. Жарайды ол. Деген ол бағанағы рисковать ете алады и административный да жасай алады екен ол кісі. Сондай ғой. Нормально негізі. Кім қалды сонда бізде? Істемеген? Гүлшат ханым, сіз қалдыңыз. Так, давайте. Енді екінші этап. Мысалы, біз адам келеді, неге? Жұмысқа келеді бізге. Бірінші этапта осы жұмыс деген кезде сіздер просто бірінші өздеріңіз кішкене продуктын реттеп алу керек. Сопровождение алсаңыздар да, консультация алсаңыздар да, бір 2 ай, 3 ай пока өздеріңіз істеуге тура келеді. Бағана айтады ғой, қолмен ұстап, көзбен көру керек депші бәрін. Соның бәрі этаптан өткен соң, осы екінші этап уже адам алу керек болады, бір адам. По-любому это, егер масштаб керек болса, по-любому адам аласыздар. Үлкен ақша тапқыларыңыз келсе, по-любому адам аласыздар. Бір адам, мен сіздерге айтайын, максимально 10 миллион жасай алады бұл салада. Бір адам өзі жүріп. Но сізге не керек болса, бағанағы, одан да үлкен ақша керек болса, 30 миллионның көлемінде, онда 2 адам керек болады. Түсінікті ғой, максимально. Ал енді командамен жұмыс жасаймыз десеңіз, бағанағы 50 миллион, одан да там миллиард ақша жасаймын десеңіз, это команданың вопросы. Ол команданың вопросы бұл жерде талқыланбайды қазір. Тек қана біз именно көмекшіні қалай аламыз, ол соған байланысты. И көмекшіні алған кезде бір адам бәрін істей алмайды. Түгел бағана сату маманы болып, өзі эксперт болып,
тағы немене, өзі мобилограф болып, өзі немене тағы көп қой, маркетингпен айналысып өзі, иә, бәрін өзі істей алмайды. Ары кетсе бір Выгорание болып 2 ай, кетеді. 2 ай Шаршап істейді, кетеді. 2 ай 3 ай істейді да сосын шаршайды. Сондықтан мына жақта байқап отырсаңыздар, бірінші екеуі болып тұр ғой, иә, соларды қана өзіңдікін алу керек. Мысалы, пимен е болып тұрса, все понятно, мен осындаймын деп ше. Енді келесі адам алған кезде осы тестті жібересіздер, уже мен сіздерде бар ғой, бір сақтап қойыңыздар. Соң адамды осы тестпен өткізіп, именно бағанағы не болу керек, противоположность болу керек қой сізге. Егер былай ғой, бір үйде, иә, бір үйде деппін ғой, машинада екі не болса, екі тормоз болса, жақсы ма? Екі тобымыз? Екі тормоз болса, газ жоқ. Все, иә. Болмайды. Онда машина жүрмейді. Көрдіңіздер ме? Баланс болу керек дейсіз ғой. Баланс болу керек, иә. Или машинада екеуі де газ болса, қалай болады? Онда аварияға түседі. Аварияға түседі, иә. Сондықтан екі адам болса анандайша, рискқа бара беретінше, кеттік, давай депші, сөйтіп рисковать ете беретін болса, онда қадалады ғой. Казино ойнаған сияқты ғой, примерно ше. Ал екі тормоз болса, отырып не істейміз? Ананы істеу керек еді, не істейміз деп сөйтіп отырса, командада ше, тоже болмайды. Сондықтан жасалған бұл тест ше, команда құру бойынша жасалған тест қой бұл. Дүниежүзі қолданады осыны. Енді бірінші этап тест өтті, иә. Енді екінші этап собеседование. Жазыңыздар, собеседование. Собеседованиенің астына А деп жазып қойыңыздар. Адам келді сізге, иә. Соң ең бірінші сіз нені айту керексіз? Вообще не істеп жатсыз? Не жұмыс жасап жатсыз? Соны айтасыз ғой енді. Сіз не бар ғой? Оған қызық болса бағана сіздің общий жұмыстарыңыз істеп жатқан ипотека. Өзіңді таныстырасың ба сонда? Иә, өзің таныстырасың, сосын не істеп жатсың айтасың. Мен мысалы сіз айтасыз, мен Анар ханым осылай ипотека саласымен айналысамын деп сөйтіп айналысып нетесің, айтасың. Ол адамға қызық болып, бағана өзі адам өстіп отырса, это нормально. Егер қызық емес болса, немесе именно зарплата қанша деп отырса, онда болды, мен сөйлеспей ақ қойыңыздар. Все, давай, до свидания. Болды, шығыңдар. Түсінікті ме? Енді Б. Мына Ада бар ғой, Ада. Именно отдел продажға алатын адамдар бар ғой, вот солар ақша сұраса, это нормально. О жерге аш адамдар керек. Басқа ситуацияда именно көмекші бойынша алсаңыздар, о жерде ақша сұраса бітті. Все, давай, до свидания ғой. Соң Б. Жалпы сіздің миссияңыз бен идеяңызды айтасыз, идеологияңызды. Б-да. Адамдарға үй алып береміз, сауапты іс, үйсіз адамдарды азайтамыз деп айтқан кезде оның көзі жану керек. Сосын қалай ол проблемаларды шешеміз жалпышы. Адамды қалай дайындаймыз, сосын қалай барып үй алып береміз, соның бәрін. Осы идеология мен миссияңыз ол адамды қызықтырса, біз анандай бір ай жұмыс істеп кетіп қалатын адам алып жатқан жоқпыз бұл жерде ше. Егер идеология, миссия қызық болса, оған ақша сұрамаса әлі, значит нормально. Ақша сұраса или қызық емес өстіп отырса, онда все, давай, до свидания дейсің ғой. Сосын В. Перспектива. Қалай ол адам, любой адам дамығысы келеді ғой ары қарай. Ол жұмысқа кірді, е.
бір төмен должностьтан өскісі келеді любой адамның ол жерде. Сондықтан перспектива айтасыздар. Қандай перспектива айтуға болады? Зато не істейді? Нені біліп алады? Нені біліп алады? Қалай үй алу керегін біліп алады адам. Өзі үйлі бола алады. Сол жер жұмыс жасап жүріп сізбен. Анандайдан қорықпаңыздар, адам 6 айдан кейін кет қалады, 3 айдан кейін кет қалады дегенше, это нормально. Это текучка. Текучка ғой, вообще кадр дегенше. Келет, кетет. Сондықтан біз максимально осыны қолданамыз, чтобы адам бізде жұмыс жасайтындай. Перспектива айтқан кезде көз жанып, все, нормально, тема екен ғой деп сөйтіп бастаса, все нормально. Зарплата сұрап қайтам мазаны алса, все, давай, до свидания деп айтасың. Содан соң Г. Осы жерде финансты айтасыздар, финанс. Мен қазір 200 мың ғана зарплата бере аламын. Енді өзіңіздің ыңғайыңызға байланысты ғой. Деп түсіндіріп айтқан кезде ол түсініп, іңкәр сен ба? Жоқ, Қой. мен жұмыстан да оңалмам. Егер осы жерде сіз уже зарплата айтқан кезде ол главный көрдіңіз, адам бірінші сразу бағана зарплатадан бастамау керек. Бұл жұмыстың несін, перспективасын, идеясын бәрін айтқан кезде ол қызығып тұрған адам и так төмен зарплатада болса да алады ғой. Осыған кіреді жұмысқа. Түсінікті ғой, Так, енді үшінші этап. 1 минут. Үшінші этап. Так, үшінші этап, стажировка. Жазып қойсаңыздар болады, 2 аптадан 3 айға дейін. 2 аптадан 3 айға дейін. Соң мынаған мән берген дұрыс, стажировка кезінде ол басында көрсетпеуі мүмкін, маска киіп жүру мүмкін. Стажировка кезінде жалпы мынандай ғой. 2 нәрсеге көңіл бөлеміз. Ең бірінші адамгершілігі, екінші кәсібилігі. Адамгершілігі, кәсібилігі. Жұмыс барысында адамгершілігі 80%, кәсібилігі 20% болса, адамды жұмысқа алуға болады. Адамгершілігі мол адам, сіз ол жұмыстан қалмайды. Қалса да кәдімгі звондап ескертеді, мен жарты сағат кешігіп келе жатырмын деп ренжімеңізші деп сөйтіп айтады. Ал кәсібилігі, аз 1 минут.
Так, давайте жалғастырайық. Егер кәсібилігі 80%, адамгершілігі 20% болса қалай болады? Не стоит, мне кажется. Енді одан Моральных ценностей, когда у человека нету. егер сол адамға мұқтаж болып тұрса, жұмысқа керек болып сол адамның біліктілігі, онда бәрібір де алады. Егер де жаңағы саны бар сапасы жоқ адамгершілікпен адамды жинап алып, сапасы жоқ болса да қажет емес қой оны. 50-50 ғой. Бізде айтады ғой әлгі ортаңа мінезіңмен, ісіңмен емес мінезіңмен сиясың деп. Сол сияқты мінезге де қарауға болады, бірақ бар жағынан алсаң 100% ісін істеп тұратын адам болса, сол істің адам болса, бәрібір сол адамға мұқтаж болсаң аласың. Айтайыншы, егер 100% кәсіби, бірақ адамгершілік жоқ болса, онда ол адамды алып керек жоқ. Себебі ол адамға, бөлек кресло керек. Қазір мен креслода отырмын ғой. Сіз бастықсыз ба, осылайша? Оған да не кресло, өйткені ол мықты маманда. Бірақ мінезі болады андай, жаман мінезі. И ол міндетсінеді ертең бар ғой. Сіз оған сеніп қаласыз әбденше. Соң міндетсініп бастайды адам. Сондықтан жалпы кәсібилігі екінші қарайтын нәрсе. Ең бірінші адамгершілігі. Адамгершілігі мол болса, кәсібилігі аз болса ала беру керек. Оны үйретіп алу болады. Түсінікті ғой осы жағдай. Кәсібилігін көтеріп алуға болады. Болады. Ол адамгершілігі бар адам, ол обязательно нетеді. Енді оннан біреуі болады енді. Былай айтқанда тупойшы вообще. Сіз бізде білет, бірақ вообще ештеңе істемейтінші. Енді ондайлардан құтыласа керек та, тоже. Сондықтан ғой стажировка арналғанша. Соң мынандай нәрсе бар. Жаман мінез жалпы жұқпалы ауру сияқты. Коллективтің бүкіл мазасын алып жібереді жанау. Сондай бар. Транспортта дауысыңыз өшіп қалды. Анара, привет. Привет. Ол кісі әдейі өшіріп отыр ғой деймін. Елканың дауысы ғой деймін, Я, Елка. Ой, соскучилась. Қалайсыңдар? Артың қалай мутный бұлыңғыр болып тұр? Сондай настройка бар. Сондай бар ма не? Я, мен тикать етіп случайно тауып алдым. Да? Отырмайтын ба? Да, сөйтіп істеліп алдым. Қай жеріне Астында кіресіз. Соңында подробный деп тұрады. Сәлем. Подробная. Подробная. Фон эффекті деген бар екен ғой. Вот. Мынаны қойсаң ғой. Ничего себе. Разно. Жақсы екен, но. Адам азайып бара жатыр күннен күнге. Қаншадан болып тұрмыз? 5 адам. 5-ақ. 4 адам. 4 адам екенбіз. Мә қыздар, консультацияға қалай беріп жатсыздар? Консультацияны бергендеші? Только Мен барлығын тегін беріп жатырмын. Жоқ, Даже WhatsApp-қа сопровождение. жазып жатсыздар ма? Консультация берем, ипотека бойынша тегін деп жазып жібереміз, болды ма? Жоқ, мен жаздым, әлі тағы да осылай бітірдім. Осы 1-2 аптадай әлі да оқуым бар дедім. Потому что мен әлі BI-дің оқуына барып жүрмін, Қанат Мырзаның оқуы бар. Соны осы уақытта бесплатно жасаймын дедім. Уже біраз адам жазды. То, что просто консультировать могу, просто консультация беріп жатырмын. Олар кейбіреулер кезекте тұрған, анау. Біреуді қазір 7-20-25-ке дайындап жатырмын. Ол сопровождениеға просто өзімнің WhatsApp-тың несіне ғана жазып, мен Instagram, TikTok дегенмен вообще ноль екем.
Мен Енді TikTok'та нольмін, бірақ Инстаграмға жаздым мен. WhatsAppқа әлі жазбадым, қолым тимей жүр. Үйде балапандарым ауырып қалды. Үлкенімді лагерьге жібердім. Еще BI-дың бүгін несіне бардым, оқуына. Банктерге бардым, БЦК-ға кірдім, сөйтіп. Оған да жаңа телефон бір ағамнан, ескі телефонын берші деп ағамнан сұрадым. Оны күтіп отырып, рабочий телефон жасайын деп. И сол жақта бәрін жасаймын. Дұрыс, ол идея екен, иә. Осы жұмысқа, короче, бір бөлек телефон арнап қою керек. А то мына телефон. Иә, мен только жеткен кейін өшіріп тастайтындай ше, андай. Ми ашпайтындай, спокойно. А личныйға уже жақындарың ғана шығады да. Дұрыс екен, ол да бар. Соған пока бүйемді жасаған жоқпын. Сол номер алам, бір-екі аптада күтем пока. Соны кеше Қанат мырза сондай не берген ғой бізге, совет берген ғой. Өздерінің жеке отдельно жұмыс телефонын шығарып, барлық биода, WhatsApp'та, Instagram'да барлық жерде сол телефон, Telegram'да, TikTok'та барлық жерде сол телефонды көрсетіп, номерін барлық жақтан клиенттер сол номерға келсін деп ше. Сөйтсін деген Қанат мырза кеше. Мен оған енді телефон күтемін. Содан соң жасаймын. Барлық каналды қолдансын деп жатыр. Мен енді тоже TikTok'қа мен де мына телефонның память толып қалған, соны жасаймай отырмын пока. Соны жасау керек. Қолға алу керек. Мен де түсінбеймін, бірақ не істемеңіз. Берілмеңіз, главное, қиындатпаңыз. Так, давайте, қыздар, жалғастырамыз. Не бар ғой? Телефон деп жатсыздар ғой, өте маңызды нәрсе. Мен мысалы осы неде маусым айында өзімнің отделыма так қанша 7 номер сатып алдым и 7 телефон сатып алдым. Ертең текучий кадр болған кезде ана номер қалады сізде. Ана номер қалады, ішіндегі клиенттермен қалады да. Иә. Любой компания сөйтеді ғой, Қанат мырза, үлкен компаниялардың барлығы сөйтеді. Дұрыс жасадыңыз. Анау кетіп қалмайды, клиенттерім өзімен сарафанка бойынша хабарласуы мүмкін, или бұрын хабарласқан адам хабарласуы мүмкін. Сондықтан бизнеске бұл жерде былай ғой, бизнестің өзіне ақша салу деген бұл. Болашақта мүмкін даже мына не бар ғой, ноутбук қойып қоям. Бір ноутбук қойдым, мен өзімнің ескі ноутбугымды қойып қойдым. 12 жыл қолданған ноутбугымды. Сол мен мысалы ертең мен рассылка темасын түсіндірем сіздерге. Рассылка қалай жасау керек, WhatsAppпен қалай жұмыс жасау керек, жалпышы ертеңгі сабақ сол болады. Сол кезде мен мына нені қосып қойып, мына неме тағы, демонстрация экраны. Сол жерде программа бар, WhatsApp helper деген. 400 неге дейін жіберуге болады. Адамға рассылка жіберуге болады. Рассылканың құнын да нетпеу керек, құнсыздандырмау керек. Ол жерде жақсы клиент келеді ол жерден. Сондықтан одан нюанстар болады, мысалы сол жерде. Қандай нюанстар бәрін айтамын сол жерде. И кімнің сол WhatsApp helper орнататын жігіт бар, оның да телефон нөмірін беремін ертең, солын түсіндіріп болған соңшы. Чтобы сіздерде барлық несі бар, болу керек, ақпарат. Жалпы, давайте сабақ бойынша именно командаға адам алу бойынша, көмекші алу бойынша ең бірінші этап қой бұл команда құрудың. Кім не түсінді? Давайте, Анар ханым активный самый. Мен команда жинауда бірінші, мен тесті білмедім. Тесті түсіндім, что тестін өткізіп алу керек. Адамның сильный и слабый стороны дейді ғой. Соны біліп алып, соны қабілеттерін білу үшін жасау керек екенін түсіндім. Одан соң жеке собеседованиеде уже адамның құндылықтарын түсіну, не керек адамға, не үшін келген екенін. Үшіншісінде енді тек ақшаға емес, құнығып келмеген, именно сенің көзқарастарыңмен құндылықтарың сай келетініне, сондай сай адамдарды алған дұрыс. Және де стажировкаға алып, адамды байқап, сосын жұмысқа алған дұрыс. Қандай қабілеттеріне қарап, қандай профессионал болып тұрса да, адамгершілігі болмаған адамнан кейін қиын болады.
Қиын болады. Мен өзім негізі Air Астанада бір периодта жұмыс істегем неде. Отдел по подбору персоналада жұмыс істегем. Мен сол жерде бізде мен өзімнің салама бортпроводниктерге, айтишниктарға, пилоттарға барлығына собеседование жасаған кезде мен звондап сондай базовый бірінші нелерден отсеивать ететін біз фильтрден өтеді ғой бізде барлығы. Сол кезде сондай нелерден өткізгенмін, бірақ бұндай тесттерді білмедім. Мен тесттерді өткізгенде тек андай қабілеттерін ғана именно способности андай как его сала бойынша ше ағылшыны, технический нелері сондай жағынан ғана тестировать ететін да, бірақ мындай қабілеттерін тестировать ететін мындай тест бар екенін білген жоқпын. Ары қарай уже басқа бастықтар өздері тестировать ететін, біз оған қатысымыз болмайтын. Жеке собеседование өткізіп, біз ана бірінші этаптардан отсеивать етіп беретінбіз. Сөйтіп зарплатасын сөйтіп осылай сұрайтынбыз. Сізге подходит, не подходит, потому что если ол адам зарплатаға келіспесе, ол по-любому үлкен сұраса, біз одан үлкен бере алмаймыз деп, біз уже отсеивать етіп тастайтынбыз ол кезде. И сөйтіп жіберетінбіз. Бұл жағынан біраз опытым бар. Жақсы. Болашақта развиваться етсем керек болады. Бұдан да. Анар ханым, рахмет. Давайте енді мынандай нәрсені айтып тастайын сіздерге. Қай жақтан вообще жұмысшыларды аламыз өзіңізге ше? Бірінші, ол Instagram парақшаның сторисі. Сол жерде не қоюға болады? Google форма деген нәрсені білесіздер, е? Google форма. Googleға кіресіздер де форма сұрақтарымен дайындап қоясыздар. Googleға кіріп сұрақтарын дайындап, сол Google форманың ссылкасын неге беріп жібересіздер? Сториске қоясыздар. Сонымен кіреді, адам толтырады данныйынша. Уже сол кезде бірінші этап жалпы сейілтудің бірінші этапы сол жерде басталады. Өйткені басқа қалада болған адам, мысалы, қай қаладансың деп қоюға болады. Жасың қаншада, мысалшы, 65-тегі үлкен кісі болса, тоже кішкене қиындау. Или там студент болса, ол уақытша жұмыс жасайды да, очный формада жұмыс істеп жүрген, тоже не надо былайша айтқанда ше. Вот сондайларды что басында сейілтіп тастайтындай не болады анандай. Сіздерге бір жеңілдік болады ол Google форма. Содан кейін жалпы WhatsApp, тоже WhatsAppқа сол Google форманың ссылкасын қойып қойып болады. Статусқа. Ол сол жерден де уже и Google формада тема негіз Google форма деген нәрсе ше. Давайте тағы бір адамды нетейік. Сымбат ханым, давайте активный тоже. Не түсіндіңіз мына сабақтан? Бұл сабақтан мен экранның жері жаман болып тұр менде. Бұл сабақта мен түсінгенім бірінші адамгершілік керек. Қандай жұмысшы алсаң да, чем жұмыскер адамдан қарағанда адамгершілігі бар жұмысшы керек екенін. Осындай тоже менде бірінші рет тестті көрдім, байқап отырмын. Бұндай тест бар екен, мен білмеппін. Тоже собеседование арқылы және де уақытша жұмыс стажировка берген арқылы жұмысқа алуға болатынын білдім. Болды ма? Сымбатқа. Жұмысшының қай жағына бейімделі, сол жағын қарастыру керек екенін. Мысалы, оценка тесттерде шықты ғой. Сол навык арқылы жұмыс берген дұрыс деп ойлаймын. Сізге противоположный. Противоположный? Неге? Сізге противоположный алу керек қой. Түсіндірдім ғой. Екі тормоз болмайды, екі газ болмайды. Бір тормоз, бір газ болу керек. Дұрыс. Сонда ана екі адам противоположный сондай болса, екеуі жұмыс істеген кезде бір супер адамдар болады ғой бір. Барлық жағынан дамыған, от сондай болып жұмыс жасайсыздар. Рахмет. Ханым. Так, Елка ханым. Ау. Давайте айтыңыз.
мен және айтып жатыр ғой, ең бірінші адамгершілік деп. Ол адамгершілік дегенді адам бір көріп, ол адамның адамгершілігі бар ма жоқ па, келіп отырған адамның бірден білу мүмкін емес деп ойлаймын. Ең бірінші келген жұмыс іздеп келген адамды мен былай айтар едім: мұқтаждық, қажеттілік. Маған қажет, ол адам мұқтаж жұмысқа. Мен ол адамның ең бірінші мен мінезін, мінез ол ортаға келгеннен кейін, уақыт өткеннен кейін білінетін дүние. Мен оның мінезін келе салып ойымнан сөзі что-то біртүрлі екен, алмай ақ қояйын деп ойламаймын ғой. Мен бірінші резюмесіне қараймын оның. Қай жерде жұмыс істеді. Келген адамға айтамын ғой, мен резюмеңізді алып келіңіз. Жоқ, оны стажировкада қараймыз деді ғой, 2 аптадан 3 айға дейін. Жоқ, ол одан кейінге тақ қой негізі. Бірінші сіз ол қандай жерде жұмыс істеді, қанша жыл істеді, сонысын мен өзім қарап оқып аламын, танысып аламын. Одан кейін барып ол адамды уже жәнегі маған керек па, керек емес па деген жәнегі сөйлесу барысында, енді кейбір адам болады ғой, сөйлесу барысында, мысалы мен өзім жолдасымды алатын болсам, ол кісі сөйлеуге мүлдем жоқ. Мүлдем жоқ. Айтады ғой, жұмысқа жаңа сөйлесуге барған кезде екі сөздің басын қоса алмай не қылдым деп ше, мүлдем. Бірақ ол кісі іспен дәлел, любой өзінің жұмысын іспен не қылады, көрсетеді да. Бүткіл Қазақстан бойынша тек қана жәнегі проект жобалаушы мамандығын сол кісі істейді. Осы Астана, Өзбекстан бүткіл нені сол кісі, біздің жолдасым сондай жұмыс істейді да. Негізі ол мамандық оқытылмайды ешқай жерде. Сол сияқты да, ол кісі мысалы неге барған кезде айтады, мен айтамын, қалай сөйлестің, не дедің басқа, мен ой білмеймін, не айтып не қойғанын білмеймін, екі сөздің басын құрай алмай отырдым, мен жерде істеген жұмысымды главный көрсеттім, алсасын алмаса ертеңінде звондайды, ол адамның резюмесін қарап, қай жерде қалай істеді, сонысын не қылып жұмысқа шақырады. Сол сияқты да келген адамды, бір адамдар болады ғой, түрі какой-то бәрін білетін адам сияқты сөйлеп отырады алдыңда, бүйтіп какой-то ол адам бәрін біледі, бірақ мына жерінде ештеме жоқ, сөзбен ғана да чып сенің басыңды айландырып жібереді, какой-то бәрін. Жоқ, ол еще, знаете, андай әртүрлі неге байланысты, қандай позицияға барасың. Мысалы, когда технарей нанимают, мысалы, айтишники, технари, инженеры, оларға бөлек қарайды. Әр салада, әр маманға басқа требование болады. Мысалы, бізде айтишниктардың, технарийлардың, инженерлердің коммуникабельный болуы вообще мүлдем қажет емес. Сол сияқты ғой. Ока ханым, сіз мен өткен сабақты дұрыс нетіп түсініп отырған жоқ сияқтысыз негізі ше? Жоқ, түсініп отырмын негізі. Бірақ жәнегі адамгершілік дегенді мен бірінші орынға қойып отырған жоқпын. Мен келген адамның неме таны? Дүниежүзі АДЗ деген тест бұл ше, дүниежүзі қолданатын тест. И мен осы саланы арнайы оқығам ше, курсын алып. И мен сіздерге беріп отырмын. Енді сіз басқалай жасаймын десеңіз, мен ең бастысы сіздерге сабағымды бердім. Осы сала бойынша сіз уже өзіңіз білесіз. Жалпысы, но мен главный бердім. Осымен сабағым аяқтады сіздермен. Келесі ертеңгі сабақ айттым, WhatsApp рассылка өте маңызды нәрсе ол. Соны өтетін боламыз. Давайте қоштасқанша сау саламатта болыңыздар. Кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыз.